Көп ұзамай келесі күнде келіп жетті. Бірақ адамдар серверге қайтып кірмес бұрын, админдермен мен бір кішігірім нәрсені қосуды шештік. Біз әлемнің ортасына 5-ші аралды қостық. Ал ойыншыларға ол туралы ештеңе де айтпадық. Біз бұл аралды кім бірінші табатынын, сондай-ақ оны табуға қанша уақыт кететінін, соңында не болатынын білгіміз келді. Серверді қостық, енді не болатынын көрейік. Бірақ қазір бізге қара арал туралы айтуымыз керек. Сәлем, Турки! Сәлем, Иш! Қалай? 5-ші күні African Turkey есімді ойыншы Қар империясы жайлы маған толық түсініктеме берді. Кейін білгенімде бұл империяның атауы Акулон империясы екен. Өз қауіпсіздігі үшін әлде қорқып отырған империяның негізін қалаушы Эланиоло жасырын жерасты бункерден тапсырма беріп отырған. Ал оның оң қолы African Turkey оның бұйрығын орындап адамдарды алға тартқан. Сендердің ауылдарың бүкіл аралдың бойында бар ма? Иә, олар өте көп, бірақ оларды құлдар жасаған жоқ. Бейбітшілікті сақтау үшін империя өте қатаң тәртіпке сүйенді. Бұл жерде енді 200 азамат бар, әрқайсысына құрылыс, жер қазу сияқты күнделікті жұмыс тағайындалған. Олар онлайн болған кезде әр ойыншы бір мезетте 2 түрлі Discord дауыс чатында болу міндет еді. Мен оның мүмкін екенін де білмедім. Оған қоса Акулон империясы барлығын құжаттап отыруды мақсатына қойды. Оның ішінде азаматтар тізімі, иерархия және жер координаталары бар. Бірақ мен ең керемет деп тапқан нәрсе ол мына құрылыста болып жатқан жоғары деңгейдегі ұйымшылдық болды. Бұл жалғыз ғимарат бүкіл сервердегі ең бай орын деуге болады. Олар оны жасақшы бастығының үйі деп атайды, және бұл жерде олар барлық ресурстарды сақтап қана емес, сонымен қатар заттарды күрделі сұрау жүйесімен адамдарға беріп отырды. Мысалы, азамат темір сұрайды, содан кейін жасақшы басшылары өздері жасаған алгоритм арқылы ол азаматқа қанша темір тиесілі екендігін шешеді. Біреу бұл жерден ұрлауға тырысты ма? Әзірге жоқ. Егер сен мұнда рұқсатсыз кірсең, сені өте жағымсыз адамдар күтеді. Қазір айтатын нәрсем қалжың емес, бірақ бірнеше минуттан соң мұнау Экзелиос ойыншысы осы қоймаға тығылып кіріп жатқан жерден ұсталып қалды. Енді ол ертең қоғамдық өлім жазасына кесілді. Мұндай ережелер қатал екен ғой, менің кальмарымды тартып алмаса, мен бақытты адаммын. Қарашаған. Қар аралы қылмыскерлерге өте қатал жазаларды жалғастырды, бірақ басқа ұлттарда да осындай болды. Мысалы, шөл сұлтаны қашуға мүмкін емес түрмені құрды. Ол лавамен қоршалған, немесе джунглейдегі вазықтың халқы. Олар алып құм тұзағын жасады. Мынау зұлымдық. Сен біздің кей адамдармен сөйлескенімізді күтсең болды. Мен адамдарды өлімге апаратындардың бірімін негізі. Тіпті жазықтар аралында да адамдар өздерін қауіпсіз сезінбеді, өйткені мына капиталисттер өз халқын қорғау үшін үлкен алып қабырға тұрғызды. Біз коммунистердің мұны бізден тартып алуына жол бермейміз. Бірақ мен бұл жігіттермен сөйлесіп тұрғанда, мені шөлдегі біреу бір үлкен нәрсе болатындай шақырды. Сұлтандық әскер жолға шықты. Сұлтан өзінің элиталық отрядын құпия түрде түнгі миссияға жіберді. Олардың мақсаты сұлтанды өлтіргісі келеді деген қауесет жүрген адамдардың тобын өлтіру болды. Олар қазір аралдың солтүстік жағында. Я, біздің нысанамыз осы. Нысана осы жерде. Кеттік. Сұлтанның айтуынша бұл кішкентай елді мекенде жасырынған адамдар шынында да қастандық жасағысы келген. Енді топ шешім қабылдау керек. Мына жігітті өлтіреміз бе? Осы уақытқа дейін шөл халықтар арасында ешқандай зорлық зомбылық болған жоқ. Бұл сәт бәрін өзгертер ме екен? Біз шөл аралына көрсеткіміз келгені, егерде менің басымды алуға келсеңдер, әділдік сендердің бастарыңа келеді. Элиталық жасақ бүкіл түнді ауылға рейд жасаумен өткізді, бірақ олар тағы бір күдіктіні қуу кезінде, олар өте үлкен дилеммаға тап болды. Куинова Терияға қашып бара жатыр. Олар өлтірмек болған жігіт демократиялық мемлекет Терияға қарай тығылу мақсатында қашты. Сұлтандық шынымен де Терияға басып кірмекші. Мәссаған, бұл үлкен жанжал тудыруы мүмкін. Бірақ сұлтандықтың әскеріне бәрібір болды. Олар Терияның әр үйіне басып кіріп, тек бір ойыншыны іздеп шықты. Бірақ ол соңында бәрібір де аман қалды. Осы уақытта Терияның халқы жасалған рейдтен қатты қорқып кетті. Олар өздерінің басшысы Сапсты іздеген кезде, ол Терияда болмады. Ол қашып кетті. Ақырында сұлтандықтың әскері кетті, бірақ Терия мұны ешқашан ұмыта қоймас.